Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз тарының пайдасы. Тары көп тараған маңызды жармалық дақыл. Оның астығын өңдеуден алынған жарма дәмдік және тағамдық сапасы жөнінен көптеген жармалардан асып түседі. Тарының дәніне орта есеппен 12% нәруыз, 3,5% май, 81% крахмал, 0,4% жасұнық болады. Тарының шықпай қалған күздік және жаздық дақылдар үшін сақтандырғыш дақыл есебінде қолданылатын қасиеті де бар. Ғалымдардың зерттеуі бойынша тарының емдік қасиеті қазіргі медицинада дәлелденген. Ол күш-қуат бермеумен қатар бауырды, бөтегенің жұмысын жақсартып, терлетуге әсер етеді. Қыздырып басқан тары ісікті басып, тіс ауырғанды тоқтатады. Ерте заманнан тарының емдік қасиетін білген емшілер бауырға таптырмас емдеп білген. Тарыдан жасалған тағамдар адам ағзасына күш-қуат беріп, иммунитетті көтереді. Бір кесе сүтке тары бөктіріп жеген адам күні бойы тоқ жүреді. 30 күн ораза кезінде халықтың тары талқан жейтіні де сондықтан. Оның құрамы микроэлементтерге бай, сүйекті, тырнақты, шашты қатайтып, жарақаттың тез жазылуына, терінің жақсартуына алып келетіні белгілі. Сондай-ақ тары асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, ағзадан шлактардың шығуына әсер етеді. Құндылығы, дәмділігі жағынан арпа мен сұлы жармасынан асып түседі. Тағамдық қасиеті мен түрлі ауруларға пайдасы мол. Құрамында темір мен С дәрумені көп болғандықтан тарыдан жасалған тағамдардан жиі жейтін болсаңыз, қан айналым жақсарады. Нәтижесінде қан қысымын реттейді. Сонымен қатар тары ағзаға қажетті фтор, магний, марганец секілді элементтердің орнын толтырады. Тарыға май, қант және мейіз, кепкен өрік қосатын болса, пайдасы да күшейе түседі. Жас ана сүтті шайға тары салып ішсе, сүт молайып. Сонымен қатар тары ағзаға қажетті фтор, магний, марганец секілді элементтердің орнын толықтырады. Тарыға май, қант және мейіз, кепкен өрік қосатын болса, пайдасы да күшейе түседі. Жас ана сүтті шайға тары салып ішсе, сүті молайып қоюланады, баланың да тамағы тоқ болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.